It is just so exciting to share with Адамдарға people about this бәрімізде бар осы бір extraordinary ерекше күштің механизмі туралы айту power өте that we қызықты. all possess. And in my time with you, Мен бүгін today, сендерге көптеген I'm going to нәрселер share a туралы lot айтып of беремін. things with you, a lot of information. Және бірқатар ақпаратпен бөлісетін боламын. I'd like to start by going back Мен to осы the very әңгімемізді beginning. Канададағы I was in the британдық cabin, Колумбия ормандарында British өткізген Columbia, күндерімнен Canada. бастағым келіп отыр. And I was not able to demonstrate my Алғашқыда powers in the beginning. менде ақыл ойдың It was күшін all көрсетуге just ешқандай мүмкіндіктер concept to болмады. me. Now, I had Мен read үшін бұл all жай the books концепция that түрінде were ғана болды. available at the time, and I was Сол very уақытта қолым жеткен knowledgeable кітаптардың intellectually. барлығын I had оқып шықтым. answers Және to интеллектуалды everything. тұрғыдан But there мен was one бәрін де біліп problem. тұрдым. Барлық I wasn't сұрақтарға да able жауабым to дайын еді. demonstrate it. Бірақ And I said to бір myself, проблема бар еді. there's something Мен wrong осының here. бәрін көрсете And алмадым. so, Қолымнан if келмеді. mind power Яғни works, бұл жерде then бір нәрсе certainly дұрыс емес I деп have to ойладым. be able to demonstrate Егер it, де and I wanna ақылдың see күші results жұмыс істеп тұрса, in my life. I онда don't мен wanna оны hear көрсете about алуым керек how қой. other people Мен are using өз it. I өмірімнің want to be нәтижесін able to көргім келді. demonstrate it. Мұны And басқа so адамдардың I қолданып began жатқандығы to туралы actually естігім де келмеді. move Мен beyond мұны the тәжірибеде concept өзім көрсеткім келді. into Осылайша actual мен концепциядан тәжірибеге And ауыса here's бастадым. the first thing that I want Осы to жерде share сендермен бөліскім келетін with you. тағы бір That нәрсе is, mind мынадай. power is Ақылдың not күші a concept. бұл жай ғана концепция емес. And Бұл you can практика. have all the concepts that you Сенде want. концепциялардың And you барлығы can have болуы all the мүмкін. knowledge. Сенде But білімнің if you're барлығы not болуы мүмкін. willing Бірақ or able егер де сен practice оларды daily күнделікті this тәжірибеде қолдана алмайтын don't болсаң, see the немесе results. қолданғың келмейтін болса, When you do онда practice, сен ешқандай нәтиже шығара алмайсың. you do follow this Ал егер де сен күнделікті жаттығулар жасап, жүйелі түрде жұмыс жасайтын болсаң, онда керемет нәтижелерге қол жеткізе аласың. Ең бірінші техника, мен ең басынан бастайын. Менің қолданған ең бірінші техникам бұл түсіру, жазу техникасы. Біз бұл туралы ақылдың күші деген бағдарлама аясында айтып жатырмыз. Бірақ қазір бұл туралы тағы бір рет қысқаша айтып кетейін. Себебі тек қайталау арқылы ғана түпсанаға қол жеткізуге болады. Өз түпсанама түсірген ең алғашқы сенімім менің қолымда шексіз күш-қуат бар деген сенім болды. Мен мұны қалай жасадым дейсіздер ғой. Мен оны ішімнен қайта-қайта қайталай бердім. Менің қолымда шексіз күш-қуат бар. Менің қолымда шексіз күш-қуат бар. Мен осылай жасаған кезде кейде бұл маған өте шынайы болып көрінетін еді және мен оған сенетін болдым. Ал кейде мұны механикалық түрде ғана қайталап, өз-өзімді алдап жүргендей көрінетін. Осылайша алғаш бастаған кезде ақылдың күші арқылы сен мынаны аңғарасың. Кейде бұл шынайы болып көріне бастайды, ал кейде сен жай ғана бір қимылдарды жасап жатқандай көрінесің. Бірақ оның шешімі мынада. Менің мұны жасағым келсе де, келмесе де, мен мұны күнде қайталап жасай бердім. Сосын шамамен 60-шы және 90-шы күндердің арасында мынадай бір жағдай орын алды. Мен түн ортасында оянып кеттім де, менің бойымда шексіз күш-қуаттың бар екендігін шынайы сезіне бастадым. Сол кезден бастап осы сезім менде сақталып қалды. Содан бері мұны маған қайталауға да ешқандай қажеттілік болған жоқ. Бұл көбейту кестесі сияқты нақты нәрсе. Мен айтқым келгені, егер де мен 7 жерде 7 қанша болады десем, сен автоматты түрде 49 екенін, ал 10 жерде 10 қанша десем, сен оны 100 екенін автоматты түрде айта аласың. Бірақ сен мұның бәрін қайдан білесің? Себебі көбейту кестесін көп мәрте қайталай берген соң, ол сенің түпсанаңа жазылып қалды. Сондықтан сен оны еш ойланбастан, кідірместен айта аласың. Сен жасай алатын нәрсе осы қайталай беру арқылы өзің таңдап алған нәрсенің барлығын түпсанаңа жазу. Мұнда ешқандай шектеу жоқ, жалғыз бір шектеу болуы мүмкін. Ол сенің өз қалаған нәрсеңді елестетіп, армандай білу қабілетің.
Сонымен менің бойымда шексіз күш-қуаттың бар екендігі нақты бекігеннен соң, менің жасағым келген келесі нәрсе, ол өміріме молшылықты кіргізу болды. Мен молшылықты қаладым. Мен өзім айттым, ақылдың күші бар екені рас. Ендеше сол арқылы өзіме кез келген көлемдегі ақшаны да тарта аламын ғой деп. Мен ғаламат қаржылық жетістіктерге жете алатындай жағдайда болуым керекпін. Міне енді мен электр жарығы да жоқ, суы да жоқ, ормандағы лашықта бір тиынсыз ақшасыз отырмын. Сосын мен өз түп санама молшылықты жаза бастадым. Осы кезде сен былай деп айтуы мүмкін. Айналаңда түк жоқ. Өзіңнің түп санаңа сен қалай молшылықты жаза аласың деп. Дәл осылай өз-өзіме мен де айтар едім. Себебі мен тақырға отырған түгі жоқ адам едім. Бірақ менде таңдау бар, және сол арқылы молшылықты тартуға шешім қабылдадым. Мен мұны қалай жасадым дейсіздер ғой? Отын әкелуге барған кезде мен былай деп айтатынмын. Мына үйіліп жатқан отынға қарашы. Менің отыным қандай көп. Менде біреу емес, екеу емес, үшеу емес. Менде бума-бума отын бар. Менің құшақ-құшақ отыным бар. Менде отын толып жатыр деп. Дәл осылай мен қандай кедей едім. Менде тіпті электр жарығы да жоқ деп айта алар едім. Және бұл шындық еді. Бірақ менің мына сөздеріме мұқият мән бер. Мен таңдау жасадым. Болды. Бұл бар болғаны таңдау. Мен өзімдегі отынымның өте көп, мол екенін айтқым келді. Кейде менің ақшам тіпті тамаққа да жетпей қалатын. Бар сатып алуға шамам келетіні аздаған жем-шидек еді. Бір жол жүзім жеп отырған кезім есімде. Сол кезде өз-өзіме айттым. Қарашы, менің жүзімдерім қандай көп. Біреу емес, екеу емес, тіпті үшеу де емес, менде көп жүзім бар, дедім. Әрбір жүзімді аузыма салған сайын мен молшылықты айтып отырдым. Түнде лашықтан сыртқа шыққанда мен аспандағы жұлдыздарға қарайтынмын. Олар сан жетпес жұлдыздар еді. Күндіз айналадағы әдемілікке қарап, мені қоршаған әдеміліктің де мол екенін ойлайтынмын. Сосын аптасына бір мәрте жақын жердегі қалашыққа барып, қажетті заттарды шам жаққанға аздаған керосин сатып алатынмын. Сол кезде мен ғимараттарға қарап, бұл үйлердің де иесі бар, және ол адам жетістікте өмір сүріп жатыр деп айтатынмын. Осы жерде саған бір құпияны айтып кетейін. Сен айналадағы молшылыққа да қарап, сондай-ақ өзге адамдардың да молшылығына қарап, вибрация тудыра аласың. Ол тек сенің ғана молшылығың болу шарт емес. Сондықтан мен ол ғимараттарға қарап былай деп айттым. Бұл ғимараттың иелері өте бай адамдар. Олардың ақшалары өте көп деп. Бұл не үшін қажет еді? Осы арқылы мен өз түп санамды молшылыққа бағдарладым. Мен ақылдың күшін алғаш үйрете бастағанымда, оқытатын дәрістерімнің ең мықты деген отельдердің ішіндегі 5 жұлдызды қонақ үйлерде өткенін талап етедімін. Себебі маған молшылықтың, берекенің вибрациясы қажет еді. Сол 5 жұлдызды отельге тоқтау мен үшін мүмкін емес нәрсе еді. Ал семинар аяқталған соң не болатынын білесіздер ме? Мен барлық сұрақтарға жауап беріп болған соң, өз қонақ үйіме қайтуға тиіс болатынмын. Және ол ешқандай да 5 жұлдызды
ателемес еді. Сол кезде мен өз-өзіме айттым, жоқ, мен 5 жұлдызды қонақ үйлерге тоқтауым керекпін. Себебі менің санамда молшылық бар. Бірнеше айлардан соң мен барған сайын көп ақша таба бастадым. Осылайша мен 5 жұлдызды қонақ үйлерге тоқтайтын болдым. Менің семинарларыма көп адамдар келе бастады. Енді 5 жылға алға қарай ауысайын. Мен Сидней қаласына ұшып барып, Шератон деп аталатын қонақ үйдің президенттік люксына орналастым. Мен тоқтаған осы люкстағы ең қызық нәрсе ол кезінде осы люкске Битлз тобы қонған еді. Міне керемет деп ойладым. Бұл деген таңғаларлық жағдай ғой. Дәл осы орынға кезінде Битлз тоқтаған. Енді мен осы жердемін. Мен нөмірдің ішін аралап жүріп, мына жерде мүмкін Джон Леннон өзінің гитарасында ойнаған шығар деп ойладым. Ол терезесі еденнен төбеге дейін жететін керемет нөмір болды. Терезесінен Сиднейдің опера театры мен Сиднейдің теңіз айлағы көрініп тұрады. Ішінде жатын бөлмелер, үлкен қонақ бөлме және ас үй бар. Міне осындай нөмірде бір өзім ғана тұрдым. Мен осы президенттік люкске жай ғана тоқтаған жоқпын. Мен онда бір ай бойы тұрдым. Балконға шықсам, теңіз айлағына қарап тұрған керемет көрініс ашылады. Сол сәтте мен өзіме, бұл өте ерекше дедім. Мен не электр жарығы жоқ, не суы жоқ. Ормандағы лашықта өткізген ақшасыз күндерді артқа тастап, осылай шықтым. Әрі қарай не болатынын да білмедім. Өзіме молшылықты тарту үшін әрі қарай қалай өмір сүретінімді де білмедім. Бірақ 5 жыл өткен соң мен осындай президенттік люкске келдім, және онда бір ай тұрдым. Осы оқиғаны саған айтып отырғанның басты себебі, мына нәрселерді біліп жүргеніңді қалаймын. Ақылдың күші өте керемет нәтиже береді. Мұндай нәтиже тек менде ғана емес, өз өмірінде менің айтқан принциптерімді қолданатын әрбір адамда болады. Міне сондықтан да мен осы әдістерді сендермен қуана-қуана бөліскім келеді. Енді сендермен сол кездегі тағы бір оқиғамен бөліскім келеді. Бізбен бірге болыңыз. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін осы арнаға жазылуды, лайк басуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.